Бүгінгі мына ашылып отырған мурал біздің Алаш қайраткерлеріне мына оқу орнының жанында, мына Павлодар мемлекеттік университеттің жанында педагогикалық университет өте керемет нәрсе. Құрметті достар, бүгін расымен де бір ерекше тарихи күн. Қаламызда, шаһарымыздың төрінде жастар шоғырланған жерде алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз деген әйгілі жерлесіміз ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың ұран сөзімен, бүкіл алашқа ортақ ұран сөзімен бой көтеруі, осылай салынуы бізді өте қуантады. Бұл аса маңызды дүние. Бұның бояуы, бұның жаңағы түр-түсі емес, бұның астарындағы мағына терең. Сондықтан өте қуаныштымыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай осы іске ұйытқы болған, осыны қолдаған қала шаһар басшылығына, зиялы қауым атынан әрине алғыс білдіреміз. Бұндай игілікті іс, ұлт рухын асқақтатар бастамалар көбірек бола берсін.